Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді картофельден дайындалатын керемет тіске басар дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Осылай картофельді ерекше қуыру, тіпті фриден де дәмді десем қателеспеймін, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік, дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай екі картошка қажет болады. Ең алдымен екі картошкамызды алып, жуып тазалап аламыз. Содан соң оны осылай суымызға саламыз. Картошкамызды ең қақ ортасынан бір бөлеміз. Содан соң оны осылай ұзынша бөліктерге видеода көрсетілгендей бөліп шығатын боламыз. Содан соң оның үстіне тұз салып, кішкене қойып қоятын боламыз. Шамамен 20 минуттай қалдырып қоятын боламыз. Басқа ыдысымызға осылай жаңағы панировочный сухариімізді салатын боламыз. Содан соң дәміне қарай тұз және де қалауыңызша дәмдеуіштер, әрине мен паприка қосатын боламын. Және де кептірілген аскөк қосатын боламын. Дәмдеуіштер әрине өздеріңіздің қалауыңызша, сіз қандай дәмдеуіш жақсы көресіз, соларды қоссаңыздар болады. Осыларды жақсылап араластырып аламыз да. Содан соң бір шетке қоятын боламыз. Жаңа картошкаларымызды суын төгіп, жақсылап құрғақ салфеткамен кептіріп алатын боламыз. Өкінішке орай ол жері видеоға түспей қалыпты. Жақсылап кептіріп аламыз, құп-құрғақ етіп. Содан соң сұйық майымызды үстіне кішкене құйып, енді ол картошкаларымызды алып, осы панировочный сухариімізға, яғни дәмдеуіштер қосылған, соған осылай аунатып шығатын боламыз. Барлық картошкаларымызды осылай жаңағы панировочный сухариімізға аунатып аламыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Сіздердің пештеріңізге байланысты әрине. Мінекей біздің сонымен жаңағы картофельді тіске басарымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, өте керемет, қытырлақ, нәзік болып шығады. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Азиза. Сау болыңыздар.